Сәлем менің көрермендерім. Бүгін біз қуыс бауырсағын жасайтын боламыз. Өте томпақ, дәмді бауырсақ жасаймыз. Ол үшін бізге 400 грамм су, 3 ас қасық сұйық май, 1 шай қасығы дрож, пакмая деген дрож қолданамын мен, және де 1,5 қасық шекер, шай қасығы мен 1 қасық тұз қосамын. Жақсылап араластырып, 1 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Суымыз ыстық емес, салқын емес, жылы күйінде бауырсағымызды жасайтын боламыз. Және де ұнымызды қосып, жақсылап иілеп, 2-3 мәрте иілеп, июін қандырып қойып қоямыз. Бұл бауырсағымыз бізде 20-25 минутта ашиды. Ашыған қамырымызды жайып, 2-3 сантиметр қылып жаямыз. Жайып болғаннан кейін дөңгелек ыдысымызбен ойып 10 минутқа настойкаға қойып қоямыз. Ең маңыздысы настойкаға қою. Бізде бұл настойкаға қойып, бетін жауып қоямыз. Бетін жаппасақ, бауырсақтарымыз қайысып қалады. Піскен кезде бетін бәрі бүдір-бүдір болып. Одан кейін майымызды қыздырып, жаймен осылай пісіріп алатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, үй жағдайында жасап көріңіздер. Мені қолдап, комментарий жазып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.